Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Тілеуханова Сәуле Тілеуханқызы. Түркістан облысы Арыс қаласының номер 17 колледжінің нарықтық экономика негіздері пәнінің оқытушысы. Бүгін сіздермен мемлекеттік бюджет тақырыбында сабақ өткелі отырмын. Сабағымыздың мақсаты, білімділік мақсаты, студенттерге мемлекеттік бюджет туралы түсінік беру. Тәрбиелік мақсаты, студенттерді экономикалық сауаттылыққа, экономикалық білімді болуға, қаржыны дұрыс жұмсай білуге үйрету, танымдық қиыншылықтарды жеңе білетін өжетті азамат болуға тәрбиелеу. Дамытушылық мақсаты, студенттердің ойлау, есте сақтау қабілеттерін, экономикалық ой-өрістерін, танымдық деңгейлерін дамыту. Мемлекеттік бюджет дегеніміз мемлекеттің өз қызметін қаржыландыру үшін пайдаланылатын ең ірі ақша қоры. Бюджет тапшылығы деп бюджеттің шығынының табысынан артып кетуін айтамыз. Мемлекеттік бюджет бірін-бірі өзара толықтыратын және өзара байланысты екі бөлімнен, табыс және шығыннан құралады. Бюджет тапшылығының негізгі себептері қандай? Бюджет тапшылығының негізгі себептеріне мыналарды жатқызуға болады. Қоғамдық өндірістің құлдырауы, қоғамдық өндірістік шығындардың өсуі, артық ақшаларды көп шығару, қорғанысқа кететін қаржыландырудың өсуі, көлеңкелі экономика көлемінің өсуі, өндірістік емес шығындардың өсуі, ұрлық, қаржыны заңсыз жұмсау, дайын өнімдерді талан-таражға салу және тағы басқа. Мемлекеттік қарыз дегеніміз бір мезгіл ішінде жинақталған бюджет тапшылықтарының сомасы. Мемлекеттік қарыз ішкі және сыртқы қарыздарға бөлінеді. Сыртқы қарыз мемлекеттің шет елдерге, шет елдердің мекемелеріне және жеке адамдарға берешек қарызы. Бұл қарыз елдің экономикасының жағдайын қиындатады. Себебі қарыздарды өтеу және пайызды төлеу үшін бағалы тауарлар және әртүрлі қызмет көрсетулер керек. Ішкі қарыз мемлекеттің өз халқына берешек қарызы. Ішкі қарызды өтеу кезінде сыртқа тауарлар кетпейді, бірақ кіріс ел ішінде қайта бөлінеді. Бюджет тапшылығын кемітудің екі жолы бар. Біріншісі, мемлекеттің банктен кредит алу есебінен, екіншісі, айналымға қосымша ақша шығару, сондай-ақ үкімет бюджет тапшылығын сыртқы займдар есебінен де жабуы мүмкін. Оны жабудың тағы бір жолы салық алуды қатаңдату. Ал бюджеттің тапшылығын кеміту үшін не істеу керек? Біріншіден, халық шаруашылығын құрылымдық жағынан қайта құру қажет. Ол үшін тұтыну тауарларын өндіретін өнеркәсіптің Б тобын жедел дамыту және тұрақтандыру керек. Бұл мәселені шешкенде бюджетке түсетін түсімдер көбейеді. Екіншіден, қорғанысқа кететін шығындарды кеміту керек. Үшіншіден, бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік күрделі қаржыны кеміту керек. Төртіншіден, зиянды кәсіпорындарды жою керек. Республика бюджетінің жобасын талқылаудың реті мынадай. Республика бюджетінің жобасын Қаржы министрлігі жасайды. Ол 15 қыркүйекке дейін республика парламентіне беріледі. Бюджетті бекіту үшін бірінші мәжіліс, екінші сенат талқылау керек. Бюджеттік талқылауда бірінші қаржы министрі, содан соң Қазақстан Республикасының ұлттық банкісінің төрағасы және республика парламенті палатасының төрағасы баяндама жасайды. Мемлекеттік бюджет бекітілерден бұрын облыстық, қалалық және аудандық бюджетте бекітіледі. Енді сабағымыздың бекіту кезеңіне келдік. Екі тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма ауызша сұрақтар, екінші тест тапсырмасы. Бірінші тапсырма сұрақтары. Бірінші, мемлекеттік бюджет дегеніміз не? Екінші, мемлекеттік бюджеттің табысы мен шығынына нелер жатады? Үшінші,
Республика бюджетінің жобасын талқылаудың реті қандай? Төртінші, мемлекеттік бюджеттің бекітілу реті қандай? Бесінші, бюджет тапшылығының себептері қандай? Алтыншы, бюджет тапшылығын кеміту үшін не істеу керек? Екінші тапсырма. Бірінші сұрағы, мемлекеттік бюджет дегеніміз не? Екінші, Қазақстанның мемлекеттік бюджеті қандай бөлімдерден тұрады? Үшінші, мемлекеттік қаржы жүйесінің негізгі буыны не болып табылады? Төртінші, мемлекеттік қарыз дегеніміз не? Бесінші, мемлекеттік қарыз қандай топтарға бөлінеді? Құрметті студенттер, сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.